саласы невроз кезіндегі адамның қабылдау бөлігіндегі өзгерістер. Қабылдау дегеніміз біздің көруіміз, иіскеуіміз, сипап сезуіміз, айналада дүниені қабылдау ғой, енді өзімізді қабылдауымыз, өзімізді қалай қабылдаймыз. Невроз кезінде адам бүкіл әлемді көзінің алдында бір пленка тұрғандай сезіне бастайды. Ол дегеніміз не? Бүкіл әлем тұманданып жатқандай, ешбір тұманның ішінде өмір сүріп жатқандай сезінеді. Екінші, өзіне байланысты қабылдауындағы өзгерістер. Бұлай қолына қарап, невроз кезінде. Мен қазір тек невроз кезіндегі адамдар түсінеді, басқа адамдар түсінбесе керек. Қолына қарап, мына қол менікі ма, менікі емес пе? Мына өзінің қолын өзі, мысалы өзінің денесіне байланысты мен қай жерде жүрмін, бүкіл қабылдау жүйесі өзгереді, ауытқиды. Осы жерде бір нәрсені айта кету керек. Егер адам сол қабылдау жүйесінде өзгеріс болып жатыр ғой, невроз деген психиканың ауытқуы барлық салада, организмде, когнитивті салада, адамның эмоционалды саласында, қабылдауында, қылығында толық өзгеріс болады невроз кезінде. Енді сол өзгерістердің ең үлкені осы қабылдау саласындағы өзгеріс, симптомдар. Мысалы, сіз сау болып жүріп кәдімгі дүниені қабылдап жатсыз, көріп, қабылдайсыз. Мынау менің қолым, мынау аяғым, мынау менің мүшем. Өзінен өзі бір сәтте, бір азғантай уақыттың ішінде өзгеріс болып жатыр дейік сізде. Барлық нәрсе бір кинода өмір сүріп жатқандай, мен не істеп жүрмін, мынау менің аяғым ба, мынау менің қолым ба деген ойлар келеді. Қабылдау саласын бұзылып ауытқып жатыр ғой енді. Енді сіз мысалы дейік, егер осы уақытта адам өзінің жағдайына сыни көзқараспен қарай алса, мен тұманның ішінде өмір, бұл дұрыс емес, не болып жатыр менің жағдайым деп алаңдаса, ол адам невротикалық аурумен, ауытқумен, яғни неврозбен зардап шегіп жатыр деп айта аламыз. Ал егер ол адам сол жағдайына логикалық сыни көзқараспен қарай алмаса, дұрыс осындай жағдайға, осы нәрсе менің бойымда болмау керек деген ой болмаса, дұрыс болса, ондай өзінің жағдайына сыни көзқараспен қарай алмаса, ол адам психогендік ауру, шизофрениямен ауырып жатыр дегенді білдіреді. Осындай критерий бойынша адамның екеуінің де, шизофренияның да, мынау невроздың да екеуінің де бірінші бастапқы кезіндегі симптомдары осы қабылдаудағы бұзылыстар. Осылай сыни логикалық өзінің жағдайына менікі дұрыс емес бұл жағдайым деп ойлай алатын адам невротик болады, неврозбен зардап шегуші адам болады. Ал егер ол адам олай сыни логикалық, өзіне сыни көзқараспен сырттан қарай алмайтын, дұрыс емес бұл нәрсе дей алмайтын адам, бұл психогендік шизофрениямен, психиатрлар емдейтін ауру, шизофрениямен ауыратын адам болып табылады. Келесі невроз кезіндегі ең үлкен симптом ол ұйқысыздық. Ұйқысыздық деген ежелгі дүниеде, мен бірінші диплом бойынша өзім тарихшымын, алғашқы диплом бойынша ежелгі дүниеде адамды ұйқысыздықпен жазалаған. 2-3 күн қатарынан ұйықтамаған адам бүкіл әлемнің бүкіл әлемде ешбір жағдай қызықтырмайтын, өмір қызық емес халге түседі. Мен өзім басымнан өткен, сол үшін қандай болатынын айтып бере аламын. Барлық адамға бүкіл нәрсеңді беріп, сол ұйқы келсе, ұйықтай алсам болды дейтіндей жағдайға түседі. Ұйқысыздық деген өте жаман нәрсе. Невроздың ең бірінші симптомдарының бірі ұйқысыздық. Ұйқысыздық ақырында қорқынышқа айналады. Мен ұйықтай алмай қаламын ба деген қорқыныш пайда болады адамда. Немесе кейбір невроздың бастапқы кездерінде
психиканың ауытқуы басталар кезде ұйқышылдық болады. Ұйқышылдық дегеніміз мысалы 14 сағаттан 16 сағаттан адам ұйықтайды күнде. Сонда ар жағына 6-8 сағат қана жүре алады, жүрген жерінде ұйықтап кете беретін, басы жастыққа тисін тимесін ұйықтай беретін хал болады бірінші кезде. Келесі бұзылыстар ол эмоционалды, когнитивті саладағы бұзылыс. Когнитивтік дегеніміз ойлау жүйесіндегі өзгерістер. Невроз психикалық ауытқу кезінде ойлау жүйесі толық өзгереді. Мысалы, қазір бізді алсақ, енді сау, ауру деп бөлуге болмайды, сонда да шартты түрде сау дейді да. Сау адамдар алсақ, қазір таңертең тұрамыз, не істейтінімізді ойланамыз, кіммен қарым-қатынас жасаймын, бүгін не істеймін, жоспарлаймыз. Ал неврозбен ауытқыған, неврозбен зардап шегуші адам олай ойлай алмайды. Ол кісі таңертеңнен көзі оянғаннан кешке шейін менің қазір жүрегім ауырып жатқан жоқ па, менің қазір басым ауырып жатыр, қазір температурам көтеріліп жатыр, неше градус болып температура градусты әкелейін, мен қазір қан қысымым көтеріліп жатқан жоқ па, құсқым келіп жатыр, менің қазір не болып, мүмкін мен онкологический ауру шығармын, мүмкін мен мына қол қабылдауымда өзгеріс болып жатыр ғой, бағана айтып кеткендей. Өзім бір кинода өмір сүріп жатқандай сезініп жатыр. Тұманды әлемде өмір сүріп, мүмкін мен жынданып жатқан шығармын. Не осы бүкіл ой адамдағы ойлау, басқа нәрселер ойлау жоқ. Барлық ой осы ойдың арасында, шырмауында адам қалады. Ой ең қиын, невроз кезінде ең қиын және шығу ең күрделі осындай симптомның бірі ойлау жүйесіндегі бұзылыстар. Ол кейін өте осындай тек ішкі жағдайлармен, үреймен ғана өмір сүру, ол кейін әдетке айналады. 10 жылдап неврозбен ауырған адамдарды мен естігем. 10 жыл бойы елестетіп көріңіз сіз. Ешқандай жеке өмір, бала-шаға, семья, карьера, немесе бір нәрсеге рахаттану, сыртқа шығу, бір нәрсені көру, тамсану деген еш нәрсе, достық, қарым-қатынас, ешқандай ол ойлар, ой ғой енді бізді, адамды адам қылатын оның ойы. Жоқ оның ойы, барлық өзінің симптом, ішкі нәрсесі, менде не болып жатыр, үрейлі ойлар деген, міне осы невроздың ойлау саласындағы симптом бұзылысы осы. Ойлау шырмауында тоқтаусыз үрейлі ойлардың шырмауында қалу. Келесі невроз кезіндегі эмоционалдық саладағы бұзылыстар. Енді қараңыз. Осындай ұйқысыздық болып жатыр адамда. Осындай 100 түрлі ойлар, бүкіл денесінің барлық жерінен асқазандай, жүрегі де дүрсілдейді, себепсізден себепсіз. Ешқандай оны врачтар бір диагноз қоя алмайды ол нәрсеге. Ол адам бас айналып жатыр, температурасы, денесі қышиды. Дәрі жазып береді, ол дәрілер әсер етеді, етпейді, құлақ шыңылдайды. Ойлау жүйесі тоқтаусыз сол нәрсені ойлау, неше түрлі дәрі ішеді ол кісі. Дәрілер маған зиян келтіріп жатыр ма деген тағы қорқыныш келеді. Өзінің әлем тұманданып тұрса ол адамда, қол аяқ өзіммін ба, денем менің денем ба деген ойлар келсе, күмәнданып бастаса, ол адамда не пайда болады? Ол адам бір невропатологқа барады, екінші невропатологқа барады, психиатрға барады, психологтарға барады. Қазір сөздің соңында психолог таңдау шарттары туралы айтам. Бір психолог бірінің үстінен бірін емшілерге барады, ешбір нәтиже көрмегеннен кейін ол адам күйзеле бастайды. Эмоционалдық саладағы ең бірінші өзгеріс күйзеліс, депрессия пайда болады. Шарасыздық халге түседі, жылау болып кетеді, ашушаңдық, өкпелегіш,
Кейін үрейленүү, коркунуч пайда болот. Себепсизден себепсиз үрөйлүү ойлар ол эң биринчи симптом. Паническая атака, яғни вегетативдик криз, үрөйлүү шабуул пайда болот. Осы эмоционалдык саладагы өзгөрүстөр осы. Мунун ар кайсына бөлөк талдап видео лекция жасау керек. Келесі адамның кылыгындагы өзгөрүстөр. Осындай 1000 түрлі проблемаға тап болған адам, ол барлық өмірінің саласы бұзылады, ол адамның достары қалмайды. Кімге керек ауру адам? Ешкім, барлық адам түсінбейді, басынан өтпеген адам бұл не нәрсе екенін түсінбейді ғой. Сөйтіп ішкі ойларымен оқшаулан қылығынан қылығы невроз кезіндегі бірінші қылық саласында, адам қылық саласында бірінші өзгеріс, ол адам сыртқа қарай емес, сырттан не болып жатыр, мына нәрсе емес, ішке қарай оқшауланып, бүкіл қарым-қатынастарды үзе бастайды адам. Сөйтеді, тоқтаусыз ойлардың, өзінің жағдайына баға беру, тек өзімен өзі, біреумен бір кездесуге, достармен бір киноға, бір жерге шықса да, толық, барлық уақытта мен ішімде қазір давлением көтеріліп кетті ма? Қазір мен жүрегім лүпілдеп бастады, осы жерде қазір үрейлі шабуыл, яғни паническая атака басталып кете ма? Қазір деген, бүгін ұйықтай аламын ба, ұйықтай алмаймын ба, ертең жұмыс не болады, бүгін ұйықтай алмасам. Осы ойлармен ішпен отырады, ана жақтағы адамдарға байланыс алмай қалады, оқшаулану басталады адамда. Осы барлық бүгінгі тақырып бойынша біз невроз дегеніміз не? Невроз кезіндегі симптомдарды тоқтадық. Барлық адамның әрбір эмоционалды салада қылығы бойынша симптомдары, адам организміндегі симптомдар байқалады, невроз кезіндегі қабылдауындағы симптомдар, ойлау жүйесіндегі өзгерістер, бәріне тоқтадық. Невроз кезіндегі адамдардың қандай халде болатынына мен сіздерге сипаттама жасауға тырыстым.